Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна бүгін сіздерге дәл осындай әдемі слайдтың жасалу жолын тегін үйрететін боламын. Меңгеру үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Кеттік ендеше, бастайық. Ол үшін біз әдеттегідей PowerPoint бағдарламасын ашып, жаңа презентация құрып аламыз. Ол үшін создать пустая презентация командаларын орындаймыз. Осы жердегі артық элементтерді алып тастаймыз және осы жерге өзіміз бір белгілі фон орналастырамыз. Одан кейін вставка мәзіріндегі фигураға барып, осы жерден біз круг прозрачная заливка дегенді алып осы жерге қоямыз. Одан кейін сары ішіндегі осының белгішесін алып кішкене осылай ішкі дөңгелегін үлкейтсек болады. Одан кейін қайтадан вставка мәзіріне барамыз да фигурадан біз прямоугольник деген таңдап алып, осы жерге әкеліп кішігірім етіп сызамыз. Және ортасына орналастырғаннан кейін дәл өзі тіктөртбұрышымызды көшіріп алып, екінші көшірмесін қойып, ортасына осылай етіп орналастырамыз. Дәл ортасына орналастырып болғаннан кейін біз барлық екі тіктөртбұрышымызды және шеңберіміздің барлығын белгілеп аламыз да формат фигураға барып, объединить фигураның ішінен фрагмент дегенді таңдаймыз. Осы жерде біздің барлық қойылған презентациямызға фигураларымызды әрбір бөлікке бөлетін болады. Осы жерден біз артық бөліктерімізді алып тастайтын боламыз. Біздің міне шеңберіміз бөлінді. Енді осы жерде біз барлық шеңберіміз төртке бөлініп тұрғандықтан біз оны барлық бөліктерін белгілеп алып, қайтадан формат фигура мәзіріндегі объединить фигураның ішіне группирование дегенді таңдаймыз. Содан кейін осы бөлігіміздің барлығын бір ғана фигураға біріктірді. Одан кейін осы фигурамызды слайдымыздың шетіне қарай орналастырамыз да және де оны қажетті түске бояймыз. Ол үшін формат фигура мәзіріндегі заливка фигура дегенді таңдаймыз. Егер түс таңдаудан қиналатын болсаңыз, пипетка дегенді таңдап, осы фонымыздағы сәйкес түсті алып қойсаңыз болады. Мен қазір қою көк түс таңдайтын боламын. Және де осы фигурамызды осы жерге үлкен етіп орналастырғаннан кейін біз вставка мәзіріндегі значки дегеннен барып, таңдап алған значкиларымызды келіп слайдымыздың үстіне орналастырғасын, оларды белгілеп алып, тағы да оның түсін қажетті сәйкес түске бояймыз. Қажетті белгішемізді келіп, үлкейтіп осы жерге бір бөлігіне шеңбердің орналастырамыз. Содан кейін осы жерге тақырыпты қажетті мәтіндерімізді келіп орналастырамыз. Тақырыбымызды келіп орналастырып түсін таңдадық та KZ Malina деген шрифттің түрін таңдадық. Дәл осындай шрифттардың түрлері менің телеграм каналымда тегін бар. Сол жерден жүктеп өзіңіздің компьютеріңізге орнатып алсаңыздар болады. Одан кейін барып вставкаға барып, фигураға барып, қайтадан осы жерден прямоугольниктің шеті скругленные углы деген түрін таңдап аламыз және де қажетті түсімізге бояймыз. Бояп болғаннан кейін оның контурын алып тастаймыз. Контур фигурадан нет контура дегенді таңдаймыз және үлкейтіп әкеліп, осы жерге алғашқы өзіміздің қандай демалыс орнымыз туралы айтқымыз келеді, сол туралы толық мәлімет береміз. Яғни бұл жерде бізде Қазақстанның Швейцариясы болып саналатын Бурабай туралы мәтін жазылған. Осы жерге келіп орналастырып және де оның шрифтісін бір қазақша шрифті түрін таңдаймыз. Және де төменгі бөлікке осындай қандай демалыс орны туралы жазып жатырмыз, сол туралы тақырыбын орналастырғаннан кейін осы жерге келіп біз әдемі картинка орнатамыз. Картинканың барлығын біз интернеттен алдық. Ол картинканы әкелгеннен кейін шеті осы фигураға сәйкес келу үшін формат фигурадан мына бір бөлікті, яғни скругленный прямоугольникті таңдап алдық. Және де оның эффекты для рисунка дегеннен отражениесін төменгі жақта нет отражение деп алып тастады. Одан кейін бізге кішкене көрік беріп тұру үшін презентациямызға осындай белгіше орналастырдық. Одан кейін екінші презентациямызды жасау үшін біз бірінші слайдымызды барып, дублировать слайд дегенді басамыз және де осы шеңберіміз бар ғой, соны былай айналдырып алып келсек, осындай белгішеге келеді. Бұл белгішені біз жаңа қойдық. Енді осыны алып тастаймыз да біз екінші бір белгішені қоямыз. Мысалы, мына бір белгішені әкеліп орналастырамыз және де әдеттегіше біз тексттерді, картинкаларды сәйкесінше өзгертеміз.
барлық слайдымызды белгілеп аламыз. Бірінші слайд, Ctrl пернесін бастырып, екінші слайд, үшінші слайд, төртінші слайд. Одан кейін переходы мәзіріне барып, трансформация дегенді таңдаймыз. Сонда біздің слайдтарымыздың барлығы әдемі анимацияға енді. Барлығымыз бірге тамашалайық. Слайд-шоу сначала. Сонымен біз бүгін Қазақстандағы ең танымал көркем жерлер және демалыс орындары туралы әдемі бір слайдтың безендіру жолын үйрендік. Алдағы уақытта бұдан да қызықты видеолар шығатын болады. Видео пайдалы болса, лайк қойып, пікір қалдырып, каналға тіркеле кетіңіздер. Жаздық демалыстарыңыз сәтті өтсін, кәделеріңізге жарасын.